Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі дайындайтын тамағымыз қарып бұқтырылып пісірілген тауық еті. Тауық етін алдын ала 1 сағат бұрын суға салып, қанын шығарып жуамыз. Көкөністерімізді турап даярлап аламыз. Табамызға азырақ зәйтүн майын құйып, сарымсақ, зімбір, қызыл бұрышты салып қуырамыз. Иісі шыққаннан кейін тауықтың санын салып, екі жағын аударып қызартып пісірамыз. Етімізді қызартып қарып алғаннан кейін пиязды салып қайтадан қуырамыз. Тауық етін табаға салып, 3 қасық соя сүйектігі, азырақ тәмдендіргіш арағы, 1 қасық қант, 1 қасық тұз, тауық тәмдендіргіші, қара бұрыш қосамыз. Азырақ су құйып, 20 минут қақпағын жауып бұқтырып пісірамыз. 10 минуттен кейін екі жағын аударамыз. Мінекей тамағымыз дайын болды. Каналымызға жазылып, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.